Алматы қаласындағы үш сұңқар тұрғын үй кешенінің айналасы бей-берекет сауда орнына айналған. Аулада балмұздақ пен дөнер сататын орындар қаптап кетті дейді тұрғындар. Ал үйдің бірінші қабаты сауда нысандарына толып, жайма базар секілді күндіз түні жұмыс қайнап тұр. Кәсіпкерлікпен заңсыз айналысып жатыр деген кешеден тұрғындарды наразылықтарын білдіруде. Мынау сауда үйінің алдын, яғни заңсыз жалға беріп тастағаны. Мысалы, мынау мороженое заңсыз. Ана жерде тағы бір мороженое дейді, ол да заңсыз. Мына тұрған объекттердің бәрі мынау зданияға қарылып тұрған. Оның бәрі заңсыз әсерленген нәрсе. Одан бөлек, мынаның ішіне біраздан кіріп қарасаңыздар, торговый центрдің залдар бар. Залдарға көп деген нәрселер қойып тастаған. Жаңа кресло дейді, жаңағыдай балалар ойнайтын жаңа ойыншықтар. Ол да мысалы барлығы жаңағы электр энергияны талап етеді ғой, жұмыс болғаннан кейін. Олар да аренда төлемейді. Бұл сауда нысандары тұрғындардың келісімінсіз қойылған. Айналасында кеміргіштер қаптап, санитарлық талаптар мүлдем сақталмай отыр дейді жұрт. Сауда орындарының біреуі сол кезде алынып тасталды. Алайда бұл жалғыз нысан ғана. Ал тұрғын үйдің бірінші қабаты бүгінде базарға айналған. Опа-далап, көзілдірік сияқты түрлі ұсақ-түйек заттармен қоса ойын автоматтары да орнатылған. Тұрғындар мұның бәрі заңсыз жұмыс істеп жатыр деп есептейді. Айтуларынша, кімнің қандай келісіммен отырғаны белгісіз. Бұл саудадан түсетін табыстың қайда кетіп жатқаны жөнінде де ешкім есеп бермейді дейді. Ал заң бойынша мұндай төлемдер тұрғын үйдің ортақ есеп шотына түсуі тиіс. Алайда шотқа бір тиын де түспеген. Бұған қоса жиналған жұрт үйдің күтімі көңіл көншітпейтінін айтады. Подъездер ескірген, жөндеу жүргізілмеген. Балалар алаңында сұрықсыз күйде. Тіпті кейбір нысандардың артқы есігі тура аулаға, ойын алаңына шығады екен. Асхана қызметкерлері сол маңда темекі шегіп, қоқыс тастайтын көрінеді. Бұл жағдайға тұрғындар үйдің меншік иелері бірлестігінің төрағасын айыптап отыр. Ал ол болса тұрғын үй ішіндегі сауда нүктелері заңды жұмыс істеп жатқанын, ал сырттағы нысандарға рұқсат бермегенін, яғни қатысы жоғын жеткізді. Мен рұқсатым берген жоқпын, олар өздері қойған. Бізде совет домы бар. Олар тұрғындар рұқсаты берген совет домаға. Совет дома өздері шешім қабылдайды. Жилищный инспекциядан проверка болған, бәрі заң түрде. Арендаға беретіндер торговый центрдің ішіндегі бәрі договормен жұмыс істейді. Ол официально осы ЖК-ның счетына ақша түседі. Бүкіл бәрі официально төленеді.